Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 5-ші сабақ екі таңбалы сандарды салыстыру. Сен екі таңбалы сандарды салыстыруды үйренесің. Бірінші есеп: сан сәулесінде жазылған сандарды оқы. Қалып қойған сандарды ата. 0, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20. Қалып қойған сандар 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19. 10 санының көршілерін жаз. 10 санының көршілері қасында тұрған 7, 10 деп алайық. 15 санына қатысты алдыңғы және кейінгі сандарды ата. Алдыңғы санымыз 14, кейінгі санымыз 16 деп алсақ болады. Екінші есепте сандардың разрядтық құрамына сүйеніп 17 мен 19 сандарын қалай салыстырады? Түсіндір. Разрядымен салыстырсақ болады. 17 дегеніміз бұл 10 мен 7-нің қосындысы, яғни 1 ондық пен 7 бірліктің қосындысы. 19 дегеніміз 1 ондық пен 9 бірліктің қосындысы, немесе 10 қосылған 9, 19. Қалай салыстырамыз? Бірінші біз ондықтарды салыстырамыз. Ондықтарымыз тең болатын болса, бірліктерді салыстырамыз. Яғни 7 мен 9-ды салыстырамыз. Үлкені 9, яғни 19 жағы үлкен болады. Екі таңбалы сандарды натурал сандар қатарындағы орнына қарай салыстырады. Екі таңбалы сандарды разряды бойынша екінші ондық разрядтан бастап салыстырады. Егер ондықтар саны бірдей болса, онда бірліктер разрядын салыстырады. Үшінші есеп: үлгі бойынша сандарды салыстыр. Үлгі 59 үлкен 56-тан өйткені 5 ондық тең 5 ондыққа, бірақ 9 бірлік 6 бірлікті салыстырғанда 9 бірлігіміз үлкен болады. 31, 29-мыз, бұл жерде ондығымыз үлкен болып тұр. 31-міз үлкен. Келесте 47, 57. Бұл жерде бізде де ондығымыз үлкен болып тұр. 57 жағы үлкен болып тұр. 50 бірлік. 5 ондық 0 бірлік дегеніміз 50 бірлігіміз 50, 5 ондық 0 бірлігіміз 50, 50-ге 50 тең. 2 ондық 2 бірлігіміз 22, 22 бірлігіміз 22, 22 тең 22. Төртінші есепте графикалық модельдерді пайдаланып сандарды салыстыр. Жасыл түсті ондық деп алайық, көк түсті бірлік деп алайық. Жасыл түстен бізде 8, көк түстен 6. 86, келесі 9, ондықтан 9 ондық, 6 бірлік 96. Бұл жерде 96-мыз үлкен. Келесі шаршыларда қарайық, 8 ондық 7 бірлік 87, келесінде 8 ондық 6 бірлік 86, 87 жағымыз үлкен болады. Шеңбердің ішіне қарайтын болсақ 5 ондық 0 бірлік 5 ондық 5 бірлік, яғни 50, кіші 55-тен деп алсақ болады. Бесінші есепте тегістерді құр. 7 мен 2 сандарының қосындысы 5-тен артық. Теңсіздік. 4 саны 9 мен 3 сандарының айырмасынан кем. 10 мен 3-тің қосындысы 14 мен 4-тің айырмасынан артық. Біз есебімізді жалғастырамыз. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. 6-шы есепте мысалдардың шешуін тексер. Қателерді түзетіп дәптерге көшіріп жаз. 20 қосылған 40, 30 қосылған 40 тең 70, 90 азайту 70 тең 20. 7-ші есепте 87 мен 92 сандарының арасында орналасқан сандарды кеміту ретімен жаз. Осылардың ішіндегі ең үлкен санның алдындағы санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 87 мен 92 сандарының арасындағы сандар 88, 89, 90, 91. Кему ретімен жазатын болсақ 91, 90, 89, 88.
Осылардың ішіндегі ең үлкен санның алдындағы санды, осылардың ішіндегі ең үлкен санымыз 91. Оның алдындағы санымыз 90. Қосылғыштардың түріндері жазатын болсақ, 9 ондық 0 бірлік. 8-ші есепте екі таңбалы сандар тізбегін жалғастырып жазып, бұл сандардың ұқсастығы неде? 87, 76, 65, 54, 43, 32, 21, 10. Ондықтар бір ондық, бірліктер бір бірлік кеміп отырады. 87-міз 76, яғни 11 санына кеміп отыр. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.